Баршаларыңызға қайырлы күн. Меруерт асханасының алтын оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, жұмсақ, жеті шелпек пісіретін боламыз. Видеом соңына дейін көріп, қызықты маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Бізге керекті 2 дана жұмыртқамыз, жылы суымыз, 1 қасық тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Аз ғана қант қоссаңыздар да болады. Әбден ерітіп, одан кейін ұнымызды сетадан өткізіп дайындап алып, орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Меруерт асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап жүріңіздер. Менің каналымда күнде жаңа рецепттер салып отырамын. Мені бақылап, қолдап, өз пікірлеріңізді жазып, және де достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Менің каналым кімдерге арналған? Жаңа түскен келін болсаңыз, асхананы сүйетін қаншайым болсаңыз, құрамы қол жетімді, дәмді, өзгеше тағам іздесеңіз, міндетті түрде менің каналымнан табасыздар. Тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ұнымызды соңына дейін илейтін боламыз, ешқандай ұн қалдырмаңыздар. Орташа тығыздықта әдемі болып көтерілетін қамыр болады бізде. Бетін салапанмен жауып, көтерілгенше 1 сағат, 1 сағат жарымға қалдыратын боламыз. Менің рецептім ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап, жанұяңызды Меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Міне біздің қамырымыз көтерілген, жұмсақтай, мамықтай болып көтеріліпті. Осы қамырымызды алып, 7 бөлікке теңдей етіп бөліп алатын боламыз. Енді сіздер қолыңызға жабысып тұрған болса, онда аз ғана ұн пайдалансаңыздар болады. Осындай сопақша пішінге келтіріп алыңыз. Одан кейін пышақтың көмегімен теңдей 7 бөлікке бөліп аламыз. Илеген наныңыз, бауырсағыңыз, немесе осындай шелпегіңіз қатты болып көтерілмейтін болса, міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар. Өте жұмсақ болып шығады. Осындай дөңгелектеп пішін жасаймыз. Одан кейін 10-15 минутқа қалдырамыз. Кішкене тестіміз көтеріліп, әдемі болады. Одан кейін оқытаудың көмегімен дөңгелектеп жайып шығатын боламыз. Енді біз Батыс Қазақстанда шелпекті 2-ші күні, 5-ші күні пісіреміз. Енді әр өңірде әртүрлі уақытта пісіреді. Мысалы, бейсенбі күндері пісіп жатырады, кіші жұма деп. Біздерде көбіне 2-ші күн мен 5-ші күні шелпегімізді пісіріп, көршілерімізге таратып, үйден иіс шығарып жасаймыз. Сіздер қай күндері пісіресіздер? Соны да комментария бөліміне пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сіздерге міндетті түрде кері байланыс жасап, жауап беретін боламын. Және де кей өңірлерде де шелпекті әртүрлі етіп пісіріп жатады. Негізі шелпекті дөңгелектеп, ортасын пышақтың көмегімен теспей пісіру керек дұрысында. Енді сіздің өңірде қалай пісіретінін комментария бөліміне қалдыра кетіңіз. Міне 7 шелпегімізді дөңгелектеп
алатын боламыз. Осы кезде қазанымызға сұйық майымызды құйып, әбден қыздырып аламыз. Шелпегіміз әдемі, жұмсақ болып көтеріліп, мамықтай болып пісіп шығатын болады. Міне қазанымызда майымыз қызды. Енді дөңгелектеп алған шелпегімізді бірінен соң бірін әдемі етіп қызартып пісіріп алатын боламыз. Сіз де менің рецептіммен жасап, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Міне біздің дәмді, жұмсақ, мамықтай шелпегіміз дайын болды. Ас болсын, сіздер де менің рецептіммен жасап, Меруерт асханасын қолдап, бақылап жүріңіздер. Ас болсын.